Ассаламу алейкум, қымбатты көрермендер, баршаңызға Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Бүгінгі күнде ел арасында бір-біріне үрке қарап тіпті сенбейтін жағдайлар өте көп кездеседі. Оның себебі не? Ел арасында сенімсіздіктің күшейгені ме, әлде біздің иман ауылынан алыстағанымыздың белгісі ме? Бұл арада ата дінімізге жүгінеріміз хақ. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мұсылман баласы тіпті жаман ойдан сақ болу керектігін ескертеді. Яғни күнә жасау, ғайбат айту, жала жабуды айтпағанда, жаман ойдың өзі мұсылман баласына жат. Хадисте жаман ойдан сақ болыңдар. Шын мәнінде жаман ой сөздің ең өтірігі деген. Ғалымдар бұл арада дәйексіз, дерексіз жаман ойлаудың қисынсыз екендігін айтады. Ендеше біз күнделікті өмірде мән бере бермейтін, бірақ аса маңызды мәселелер сөз бен ойдың ара салмағы туралы сөз етейік. Таныс болдыңыздар. Халық ағарту ісінің үздігі Құрманкүл Есдәулетқызы және дінтанушы Гүлсара Берікбайқызы. Хош келдіңіздер. Жаман ойлаудан сақ болыңыздар дейді хадисте. Осыған байланысты сіздің алып қосарыңыз бар ма? Мәселе. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Әрине, ой деген адам баласына Алла тағаланың берген өте бір үлкен нығметі. Ал бірақ сол ойды ойлай білу қажет. Адамның басына жақсы да ой келеді, жаман да ой келеді. Алланың жолымен, таза жолымен жүрген адам әр уақытта жаман ойдан аулақ болып, әр уақытта өзін дұрыс ой ойлауға тәрбиелеген өте жөн деп ойлаймын. Өткен ғасырдың 80-ші жылдардың басында осы Алматыда оқытатын қазақ мектептері тек біреу-ақ қана болды. Ол мына 12-ші мектеп. Сондағы енді бар ойымызды да, бар еңбегімізді де сол қазақ балаларын өз тілінде оқытып, өзінің ата бабасының әдет ғұрпын үйреніп өсетіндей, өз тілінде білім алатындай балаларға мектеп ашу қажет екендігін ойлап, Махамбет Болат Сағындықұлы менің жолдасым болып келеді, 86-ші мектептің директоры болатын. Ол мектепке директор болып барғанда, бұл мектепте 1200 бала, оның 1000-ы орыс тілді, 200-і қазақ тілінде оқиды екен. Қайткен күнде де енді осы мектепті таза қазақ мектеп жасау жөнінде жаңағы ол сондай ойға берік өзін бекінді дағы, өзіне жаңағы пікірлес азаматтар іздеді. Қазіргі кезде мектеп ашу деген оңай. Оның бюджеті түгел беріледі. Тек оны дұрыс орындап салып шықса. Ал енді ол кезде мектеп ашу деген, ол қиынның қиыны кәдімгі революция жасаумен бірдей болатын. Өйткені 3-4 адам тұрып ортасында бір орыс тілді адам тұратығын болса, ол адамдар заңды түрде орыс тілінде сөйлеу керек. Бұлай қарап тұрсаң, қазірдің өзінде сол әдет сақталып қалған, иә. Қаланың қақ ортасында отырып, осындай Астанада отырып, қазақ мектебін ашам деген, бұл не деген сұмдық? Сен шовинистсің, сен националистсің деп артынан қудалау түсті. Оған қараған жоқ. Жаңағы атақты ақын жазушылар Шона Смаханұлы бастаған, орталық комитетте ол кезде отырды, Қасымов Нұрпейіс деген кісі болды. Сосын ауданның бірінші хатшысы болды, жаңағы Молдахметов деген кісі. Осылар жаңағы айтып барған, жылап барған, арызбен барған кездегі айтқандарының бәрін тыңдап, қазақ мектебін ашуды олар қолдады. Міне соның арқасында, сол өзінің коллективінің арқасында бәрі қазақ мектебін ашуға жұмыла кірісіп кетті. Енді ол кездегі жаңағы екінші хатшы, оны айтпай кетуге болмайды, жаңағы шовинист, националист, мұны құрту керек, апарып отырғызып тастау керек деген әңгімеге дейін келген. Ол кезде бюро дейтін болатын. Сол бюроға апалып сарып, бюролап әкесін танытып жіберетін, үйге келгенде қап-қара боп, не істерін білмей, көзі бақырайып, мейлі. Осы қазақ балаларының садақасы болып кетсем де, мен осы қазақ мектебін ашпай тынбаймын деген өзінің жаңағы адал ойыменен, өзінің адал жүрегіменен, адал имандылығыменен соған тұрып алды берік. Мектеп ашылған кезде жаңағы орыс балалары мен қазақ балаларының ортасында да керемет соғыстар болып, мектептің терезелеріне дейін қиратып, орыс мұғалімдері де теріс қарап соншалықты қиын жағдайлар болды. Бірақ оның барлығын саналы түрде әдемі жаңағы айтады ғой хадисте, Алла жолына шақырсаң, көркем жолмен шақыр деген қағиданы ұстай отырып, көркем жолменен, шыдамдылықпенен, жаңағы инабаттылықпен бәрінің тілін тауып, мұғалімдерді жан-жақтағы мектептерге орналастырып, сосын жаңағы орыс мектебіндегі отырған қазақ балаларының бәрін ата-аналарымен жүгіріп
жүріп келісіп сол жинаған кездегі сол қазақ мектебіндегі балалардың санын арттыру үшін көмектескен адамның бірі сол кездегі жаңағы 12-ші мектептің директоры өзі герой Нұртазина деген кісі, Рабиға Нұртазина деген кісі болды. Қазір енді айта беруге болады, мектеп ашу үшін баланың саны толынбаса, ол мектеп ашпайды. Жаңағы 200 баламен мектеп аша алмайды ғой. Оған жаңағы 1000 бала жинау керек. А 1000 бала жинау деген өте қиын. Сонда жаңағы орыс мектептегі отырған балаларды алып келді дедім ғой енді. Соларды әкеп отырғызып, сондағы көрген қорлығы мына мұғалімдердің. Бұл 84-85 жылдары бұл мектеп ашылды толық. Қазақ мектебі болып. Жаңа Рабиға Бекеннаны айтып кетіп тоқтап қалған себебім, жаңағы балалардың саны жетпей атқанда мектепнен 200 баланың документін берді ғой. Балалар сол мектепте оқиды, документ мына мектепте. Сондай адамдардың көмегімен мына мектеп ашылып отыр. Ойды өзі ой тудырады. Жақсылыққа ойлай берсең, оның өзі ары қарай жүре береді екен. Алла тағала өзі жақсылыққа бастатқан кісіні, оның жұмысын ары қарай өзі жүргіздіре береді екен. Яғни жақсы ойдың нәтижесін күнделікті өмірде көріп жүрмейсіз ғой. Иә. Жаман ойдан сақтану жайлы сіз не айтасыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ұлы жаратушымыз адамзатты ең үлкен нығметке бөлеген. Ол деген ойлау қабілеті. Ойлау дегенде ойдың өзі қалай болады? Мен өзі мына дінтануда оқығаннан кейін көп ойшылдардың Абай ата, Шәкәрім, Қожа Ахмет Яссауи, Әл-Фараби атамыз және басқа танымалды ойшылдардың ойларын оқып, өзім бір тұжырымға келіп, бұлай ойлап отырмын. Ақылды адам ойы да оның ақылды болып шығады. Ойлау қабілетін Алла тағалам тек адамзатқа берген. Ал ойлау қалай ойлау болу керек? Тек жақсы ой. Мұсылман адамның ең бір қадірлі қасиетті сипаты. Дініміздің негізін сақтаушы басты жолдардың бірі жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю. Құран иман келтірген мұсылмандарды жақсылыққа шақыруды бұйырады. Әли Имран сүресінде сендердің араларыңда мынадай жамағат болсын. Олар басқаларды игілікке шақырып, жақсылыққа үндесін, жамандықтан тыюға тырыссын. Міне осылар нағыз мақсатына жеткендер. Сонда біздің жамағатымызда бір топ адам болу керек екен. Жақсылыққа үндеп, жақсылыққа шақырушылар. Айналамыздағы адамдардың ақылы бірдей емес. Оны біреу ақылды, ақылсыз емес деп айта алмаймыз. Бірақ сол ойлау жүйесі ақылға байланысты екен. Адамның ақылы өзі екі топқа бөлінеді екен. Бір топта ол тума ақылды. Екінші топтағы адамдар, олар оқып, үйреніп, өмір тәжірибесі арқылы. Өмір тәжірибесі. Жалпы халық арасында мынандай нақыл бар ғой. Ақылды адам өзгелердің қателігінен үйренеді, ал ақылсыз адам өз қателігінен үйренеді дейді. Енді ақылсыз деген жөн емес шығар, бірақ көп жағдайда адамдар басы өзі тасқа тигеннен кейін барып ойға келіп жатады. Ал ақылды адамдар шын мәнінде ол өзгелерге қарап, сараптап бір нәтиже шығарып жатады. Осыған байланысты не айтар едіңіз? Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Ол енді әркімнің де қолынан үлкен жақсылықты жүзеге асыру қолынан келе бермейді деп айтуға да болады. Бірақ қай ортада тәрбиеленді ол адам, қалай тәрбие алды, қалай ой өрісін осы өмірлік мектебінде жүзеге асыра алды. Яғни оның іс-әрекетіне немесе не себеп болды деп қандай да бір кезінде осы мектепте мынандай бір дәрістер өткізген мен кішкентай балдармен балабақшаларда кішкене кезінен нәпсіге берілген балдар. Біреудікін алып қойса, маған бер, оған қалай жақсы ойлау, сен бөліс. Бір алманы бөліп жейік. Көп солай біреудікін сұра, білмегенің сұра, кешірім сұра, рахмет айт. Екеуі кішкентай төбелесіп қалса, барып кешірім сұра. Ол енді тәрбиеге байланысты. Яғни бұның барлығы бала кезден, сәби кезден басталу керек дейсіз ғой? Иә. Мысалға атамыз қазақ айтады, жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Ал бүгінгі бұл тақырыбымызға қарсы емес пе, қалай ойлайсыз? Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады дейді. Таза мінсіз асыл ой түбінде жатады дейді. Таза мінсіз асыл тас су толқытса шығады. А таза мінсіз асыл ой толқытса шығады дейді. Сонда енді жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Қандай жағдайда болса да, қандай жаманшылықты көріп тұрсаң да, соны байқап тұрсаң да, соны қайткен күнде жақсылыққа айландыру үшін сен соны ойлануың керек. Әрине, өмір болғасын
жақсы да болады, жаман да болады. Сондықтан да сол жамандықты қалай болғанда да жаңағы жақсылыққа айландырудың жолын ойлау керек қой. Сондықтан да халқымыз айтқан ғой, ақылдан даналық шығады, ақымақтан шалалық шығады дейді. Сол шалалықты жасамай, қай уақытта болса да сабыр сақтаған дұрыс. Сабыр сақтай отырып, сол қандай бір қиын жағдай болса да соны дұрыс жағын ойлап, соны дұрыс істеуге адам бел байласа, ол әр уақытта да ол істің аяғы тындырымды болады. Мына біз орыс халқымен етене жақын араласып кеткендіктен олардың даналық сөздері, нақыл сөздері күнделікті өмірде кездесіп жатады. Соның арасында мынау ойлар жүзеге асады деген. Оқып жүргенде жас студент балдармен, қыздармен оқыдым. Сонда олар былай сұрақ береді. Әртүрлі ойлар келеді. Ол ойларды былай сараптасаң қорқынышты ой. Қалай сонда біз қалай ол ой жүзеге асып кетсе не болады? Сонда мен бұрын оқығандарымнан айтам ғой. Білесіздер ме, Алла тағала бізге жақсы сара жол берді, сүннет жолы, пайғамбар жолы. Хадистерден оқысақ, егер бір жаман ой келсе, иығымыздағы періштелер әлі жазбай тұрады екен. Біз ана жаман деген ойдан арылып, жақсы ойға көшсек, жаңағы сіз айтып кеткен ойлар жүзеге асады деген, әлбетте мұсылман адам мақсатты болу керек. Оның мақсаты анық болу керек. Мына апай айтып отқандай, мектеп салам дедім, мектеп саласын. Мектеп салу, мешіт салу, жол салу, ол ең сауапты істердің бірі. Адамның ең жақсысы кім деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан бір адам кеп сұрапты мешітте. Сонда пайғамбарымыз былай деген екен: ол жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйып, Алладан қорқатын және туыстық қатынастарын үзбеген кісі деп жауап берген екен. Ал енді осы хадистен қарай берсек, туыстарынан қарым қатынас үзбеген, алыста болса да телефон соғып, хат жазып, интернет бар, осылардың бәрі ізгілік жаман ойдан арылу жолдарынан бірден бірі деп санаймын. Көп жағдайда түс көрдім, түсімде осындай болды деп, жаңа соны күнделікті өмірмен байланыстырып жатады ғой. Ал шын мәнінде бұл хадисте айтылып қойған, бірақ дегенмен қандай да бір көкейіңізде күдік жүрсе, күнде іске асып кеткен жағдайлар бола ма, өмірде алдыңыздан кездескен жағдайлар? Мұсылманда әрдайым күдікпен күресіп жүру керек қой. Ол күдік па жоқ, не өзі ойлап сараптап отыру керек. Әлбетте әр адамның, маған да солай ойлар келеді, бірақ осы бұл не, бұл қайдан шыққан ой деп ойлай бастаймын. Сол ойдың ақыры неге алып барады? Маған, мен өзім осы ой арқылы біреуге зиян келтірем бе? Мұсылманға зиян келтірмеймін деп уәде береді ғой. Сондықтан соның соңы ол кісіге, жоқ қоғамға, жоқ отырған отбасыма зияны келетін болса, әлбетте ол ойды қайтаруға тырысамын. Жаман ой, сіз айтып кеттіңіз, бара өтірікке апарады. Өтірік деген нәрсе адам өзін алдаудан шығады екен. Осы нәрсеге әбден көзім жетті өзімнің. Өтірік айтуға не мәжбүр? Өзіңді алдайсың, содан өтірік. Ал сосын оны әдемілеймін деп ар жаққа кете береді. Жан жаққа оны біреуге жеткізесің. Өзің айтумен қалмайды ғой. Сондықтан осы бірінші мен айтам, өтірік айтудан алшақ болу керек. Оны әр адам біледі. Бала да біледі. Оны кішкене қысып келіп немерегіне ағысаң, апа кешір, мен өтірік айттым дейді. Неге десең, білмейді енді, оны бала білмейді ғой. Сондықтан тәрбиеге байланысты деп ойлаймын. Сондықтан әрбір жамандықта бір жақсылық, ғибрат алу керек. Мұсылмандыққа сақтық жолдары өте көп қой. Мұсылман адам өзі хадис оқиды, Құран оқиды. Алла тағалам өзі мұсылман адамға өзінің бір, ойлаймын, нұрын жіберіп тұрады сақтық жағынан. Сондықтан көп осылай жайттар болып тұрады. Ойлардың ең жақсысы саған Алла тағала туралы ойлау. Осыған байланысты түсірген бейнесюжетке кезек берейік. Ой адамзат үшін жұмбақ әрі тылсым әлемнің хабаршысы іспеттес. Өйткені адам баласы ойы арқылы сонау өткен ғасырларға, тарихқа саяхаттай алады. Сол сияқты ғайып болашаққа ой жүгіртіп, зәулім жоспарлар жасап аламыз. Халқымыздың көңіл жүйрікпе, көкдөнен жүйрікпе деуі бекер емес. Адам ойының маңызы жайлы адамзат баласы ғасырлар бойы бас қатырып келеді. Ғалымдар зерттей келе, жарықтың жылдамдығы секундына 300 000 шақырым десе, ал адам ойы одан да жүйрік. Ал енді бір ғалымдар адам ойы әуедегі электр толқындардан да тым нәзік дүние екендігін айтады. Соған қарамастан оның салмағы мен маңызы өлшеусіз. Адам ойының маңызы жайлы сонау ежелгі шығыс ғалымдары том кітап жазып қалдырған.
тоқ етері адам баласы ойына абай болу керек. Санасын таза, терең, салиқалы ойларға ыңғайлауы маңызды. Ал ой жайлы Алла тағала қасиетті Құранда өте көп аяттарды нәзіл еткен. Соның ішінде әсіресе адам баласының әлемге қарап, өзіне қарап, өткен уақытқа қарап ой жүгіртуінің маңыздылығы айтылады. Аллахтың күллі ғаламдағы белгілеріне ой жүгірту адамды кемелдендіріп, ой санасын сәулелендіре түспек. Құран кәрімде Алла тағала бисмиллахир-рахманир-рахим афәлә янзуруна иля либили кайфа хулиқат ва иля самаи кайфа руфиат. Яғни адам баласы осы түйеге қарамай ма қалай жаратылған, немесе аспанға қарамай ма қалай көтерілген, ешбір тірексіз, немесе жерге қарамай ма арды кайфа сутихат, немесе жерге қарамай ма қалай төселген. Яғни осының бәрі адамның ой жүгіртуіне алып келетін нәрсе. Немесе Құран кәрімде көп сүрелерінде қай бетін ашсаңызда афәлә яқилун, неге олар ақылға салмайды, афәлә ятафаккарун, неге олар ой жүгіртпейді, ой бөліспейді. Ақыл иесі болғаннан кейін жалпы ойлану, ол адамның жалпы ойлану деген нәрсе адамға бақытты өмір сүруіне, бір жетістіктерге жетуіне, өзінің арманына жетуіне жететін үлкен бір жолдардың бірі болып есептеледі. Ғалымдар адам ойы айналасына өзінен хабар бере алатын бір құбылыс екендігімен түсіндіреді. Мәселен, суға тас лақтырсаңыз, оның жан-жағындағы толқынды тербелісін көресіз. Адам ойы да сол секілді деген ғалымдар санат үйсігінің қалтарысында жасырын жатқан дүниелерден адамның әдеті, мінез құлқы қалыптасады деп тұжырымдайды. Жаман ой адамның ең қас жауы. Оны даналықтың семсерімен шауып тастау керек дейді тарихи тұжырымдамалар. Ал осы ойлардың ең қауіптісі кемшіліктен пәк Аллах тағала туралы жөнсіз ойларға жол беру. Бұл екі дүниеде де адамды апатқа ұшырататын қауіп. Жақсы ойлаудың маңыздылығы ол біздің қияметіміз үшін, ақыр заманымыз үшін де, соңғы өміріміз үшін пайдасы өте зор. Өйткені қиямет күні Алла тағала бір пендені, күнәға батқан пендені тозаққа жібереді екен. Сол кезде пайғамбарымның хадисінде келгендей, әлгі пенде Раббысына алып, ей Алла тағала, ей Раббым, мен сені жайлы жақсы ойлаушы едім осы өмірде. Сені кешірімді де ойлаушы едім, сені мейірімді де ойлаушы едім деген кезде Алла тағала мына құлымды алып жәннатқа кіргізіңдер деп айтады екен. Бұл жақсы ойлаудың нәтижесі. Сондықтан қандай да бір қиыншылыққа, қатерлікке душар болған адам Алла тағаланың мейірімділігінен, жақсылығынан келетін үміт үзбеу керек. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, ешбірің өзінің сахабаларына айтады, ешбірің өз амалдарыңмен істейтін құлшылықтарымен жәннатқа кіре алмайсыздар дейді. Сонда пайғамбарым сахабалар «Уәләу әнтә я Расулулла, сен де сол жәннатқа кіре алмайсың ба?» Сонда дегенде пайғамбар саллаллаху егер Алла тағала маған мейірім бөлемесе, шапағатын бөлемесе, мен де жәннатқа кіре алмаймын дейді. Бұл жерде не керек? Яғни Аллахқа деген, Алла тағаланың мейірімділігін деген. Алла тағаланың мейірімділігі, рақымшылығы кең екендігін және содан үміт етуіміз керек. Тек Алла тағала кешіреді екен, онда күнәға батып жүре берейін деген ой туындамау керек. Бұл жерде Алла тағаланың бұл тәубе еткен адамға өте қажет нәрсе. Сол бір адам өмірінің ортасына дейін немесе өмірінің соңына аз қалған кезде тәубе етуі мүмкін. Бірақ жасым қартайды-ау, немесе орта жасым осындай бір күнәмен өтті, Алла тағала мені кешірмейді деген үміт ой туындауы мүмкін. Осындай жаман ойды алып тастау үшін ол адам Алла тағала оны қандай құлымды егер маған мейірімді деп ойласа, оны мен мейіріммен кешірем дейді. Егер мен қаһарлы, мен тозаққа салады деп жүре берсе, ол мен тозағыма лайықты дейді. Сол үшін Алла тағаланың мейірімінен үміт үзбей, Алла тағала мейірімді, рақымды деп өзіміздің істеген күнәларымызды тәубе етіп тоқтататын болсақ, онда біз Алла тағаланың қаһарынан мейірімі басым екеніне сеніп, Алла тағаланың жәннатына кіруімізге себепкер болады осы нәрсе. Ислам дінінен бейхабар заманда да ойшылдар бақытқа қол жеткізу үшін жаман ойдан арылып, тек жақсылық ойлау керек деп түйіндеген. Өйткені ой өте нәзік, бірақ алып күш. Бір қызығы ғалымдар адам ойы жеген тағаммен тікелей байланысты дейді. Яғни тағамыңыз таза болған сайын ойыңыз да айқын болмақ. Бұл арада ислам дінінің негізгі қағидалары адал әс мәселесіне келіп тірелетіні даусыз. Ал кімнің ойы таза болса, ақын Абайша айтқанда, таза жүректен шыққан сөз жүректерге жетеді. Ойды жетілдіру нақты ғылым дейді ғалымдар. Өйткені адам ойының ауру кеселден айықтыратын да кереметі бар. Сондықтан асымыз адал, ойымыз таза болса, мұсылман баласына бағынбайтын белес те қалмас.
мұсылман баласының ең сақ болатыны әсіресе Алла тағала туралы жаман ойлау екен, иә. Ал енді осыған сіз не айтар едіңіз? Алла тағала айтады ғой, өзіңді өзгертпейінше сені ешкім өзгертпейді деп. Алла тағала өзі әуел бастан сондай сол имандылық жолда жүруді маған бұйыртып қойған болу керек деп ойлаймын енді. Өйткені осы бұрыннан да қызмет істеп жүрген кезде де қай уақытта болса да ол бір жаңағы бисмилля демей тамақ ішу, бисмилля демей үйге кіру, жаңағы басқа қай жұмысты болса да бисмилля демей бастау мен үшін ол бір кәдімгі қылмыс сияқты көрініп тұрады. Соны мен балаларыма үйреткен ғой, немерелеріме, балаларыма. Айналайын, есілін аттап басқаныңда бисмилля, бәрін Аллаға тапсыр. Біздің өміріміздің бәрі қай жерде болады, қалай үзіліп кетеміз, қалай Алланың қолындағы дүние. Сондықтан бәрін Аллаға тапсырып жүр. Аллаға табыстаған өмір әр уақытта өзіңе оның несі келеді. Аллаға деген сенімді арттыру, басқан сайын Алланы ұмытпау, жолыңды тазалап жүру, жүрегіңді тазалап жүру, жалғыз мұсылман емес, барлық адамзатқа керек нәрсе. Сонда ғана біздің елімізде де, жерімізде де, басқа елде де, басқада да аманшылық болады. Енді дұрыс қой, бүкіл адамгершіліктің моралі бір ғой. Бір-біріне зиян тигізбеу, бір-біріне көмектесу, бір-біріне мейірімділік тарату. Бірақ мұсылман адамға ерекше сондай Алланың мейірімі түсіп тұрады екен. Бүкіл мақлұқатқа Алла тағала барлық нәрсені беріп қойған, мысалы хайуан болсын, басқа болсын, соның ішінде адамзаттың ішіндегі мұсылманға өзінің бір ерекше мейірімі. Сол ерекше мейірім мүмкін өстіп бізді сақтап жүрген шығар, жаңағы сіз айтқан апаттардан. Шүкір. Бізге деген мейірімі. Шүкір. Мысалы мен өзім госэкзамен тапсырғанда басқа елде оқығам, мен Өзбекстанда, Самарқандта. Атеизм ол кезде солай еді ғой, философиядан маған сол дін халықтыққа апиын деп. Соны ашып беріңіз деді, мен сөйлей алмадым. Сізге деді, екі қоюға болмайды, қалай болады деді. Қоя беріңіз деді, мен айта алмайым дедім. Неге деді? Мен айта алмайым, мен қалай Алладан қорқам, мен Алла жоқ деп айта алмайым дедім. Тағы бір жыл қаларым, ол кезде біз 5 жыл оқитын ек. Сосын бір тәжік кісі еді, профессор. Жарайды, сіз күте тұрыңыз, шығып деді. Шығып күте тұрдым. Экзамен біткен екен, 3-4 комиссия болып мені шақырды. Сіз неге мына тақырыпқа жақсы дайындалмадыңыз деді. Мен айттым, бұл тақырыпқа мен өмір бойы дайындалам дедім. Мен қалай айтам, Алла жоқ деп, бар Алланы деп, маған сонда 4 қойды. Сіздер ол кезде қайда 74-75 жылдары. Сондықтан мынау адам жүрегінде мынау иман, ол құр сөзбен айтып, не жаңағы ғибадатты көрсетіп, сондайларды қазір кейбір енді сондай жайттар болып жатады. Ол қоғам болған екен, әр түрлі нәрсе бар ғой. Бір Алла біледі біздің жүрегіміздегі, біздің иманымызда. Бірақ сондай кездерде нағыз мұсылман адам өзінің осы имандылық несін ұстай білген жақсы деймін. Сонда бір тәжік жігіт айтады, сіздер деді сондай ашық ауызсыздар, жаңағы не алдап кетсе де қалайсыздар? Мен айттым, біз аузымыз ашық дедім. Сол ашықтыққа бізге Алла тағала бере береді деймін. Сол жұтқанымыз сендерге де жетеді деймін ғой. Яғни ашық ауыз деген ол аңқау деп, жамандық ойлап. Сол жігіт финансовый пирамида ашып, сонысы құлдырап, ол өзі ұстазы өте сондай мұсылман, діндар кісі екен, өте қатты сөйлеп, болды сен Алматыда қанша адамнан пирамидаға ақша алсаң, соны төлемейінше сен системадан шығып кетесің деп солай. Өзінің сонда ол ұстазы да сол қаржы пирамидаға. Жоқ, пирамидаға ұстазы жаңағы не? Сауықтыру. Мен оны да барып зерттеп, сол сауықтыруда мынау позитивті ойлау жүйесін үйретеді. Бір енді мұсылман адам болған екен, әртүрлі ой, сосын негативтік ойлар келеді ғой. Яғни бұл осы елге басқа мақсатпен келген шетел азаматы халықтың аңқау екенін біліп, бұларға қаржы пирамидасын жасап, көп қаржы жасауға болады деген ой туындаған ғой. Былай қарасаңыз, ол енді шариғатқа қайшы арам ой ғой енді. Оны ол былай ойлы, мен санаторий салам, мен бүйтем деді, бірақ ар жағын бір Алла біледі. Жүзеге асқанда не болды? Құлдырап кетті, көп адам жылап алданды. Бірақ жаңағы ұстазы өзінің, мен сені сауықтыру несінен жүйеде жаңағы өзімнің командамда сақтап жүрем. Мына шетке кеткенің дұрыс емес. Сол көбінің несін төлепті.
төлепті. Оны кейін сол қыздарды іздеп тауып сұрадым ғой, жоқ деді, ол құтылды деді, бірақ біразы қалғаны қалды. Сонда бір айтатын нем, ол адам дұрыс ойладым деп жасады, оның жүзеге асқаны қалай болып шықты. Мына адамдар ерген адамдарды қандай да бір өнім өндірмей, мысалға біреуден көп мол ақша табам деген ол бір қисынсыз ғой, қарасаңыз. Кезінде оғанда алдағанбыз. Ол бұдан бір 30 жыл бұрынғы дүниелер ғой. Жоқ, 30 жыл емес, осы 2006-2007-те болған. Пирамида сол уақытта басталды. Мына пирамида. Енді бұл біздің мына темамызға, біздің тақырыбымызға түбі жоқ. Тура келе ме, жоқ па? Былай қарап отырсаңыз, сол қаржы пирамидасы, адамдар байып кетсем деген жақсы үмітпен барады. Ал енді осы дұрыс па, қалай ойлайсыздар? Шариғатта оңай жаңағы лотерея алып бүйте салайын деген оған неге тыйым салған? Ол мына қызығушы нәпсіге кетеді адам. Ала салайын, бүйте салайын. Адал болмағаннан кейін оның да жаңағы жұғымды болмайды ғой. Өзінің өндіріп атқан түгі жоқ, елге беретін. Ол қалай елді байытады? Ол енді сол ақшасын біріне беріп өтірік алдап, сөйтіп. Яғни мына жақсы ойлаудың өзі жөнімен болу керек дейсіздер ғой. Енді қалай болса да сол Алла тағаланың қалауынан шықсаңыз, ол әр уақытта ісіңіз жүзеге шығады. Алла тағаланың қалауынан шықпасаңыз, ол тура жол дегенмен ол жол адастырады адамды. Сондықтан негізін білу керек та. Негізін сол неге алып барады? Халал, иманды болу керек. От сонда ол іске асады. Соның жаңағы ақибаты халалды, иманды болмайды болса, ол қанша неғаменен бәрібір оның берекесі болмайды. Мұсылман баласы жақсы ойлаған үшін де Алла тағала оған сауап жазады екен. Енді жақсы іс амалды айтпағанда. Бір ғұлама айтқан екен дейді, мен өмір сүруді әдепсіздерден үйрендім деп. Мысалға сіз осыған не айтар едіңіз? Сол әдепсіз адамға қарап отырып, өзіңнің бойыңдағы кемшілік табасың. Бұл дегеніңде өте тамаша ғой. Өйткені мына 5 саусақ бірдей емес. Өмірдегі адамның барлығы бірдей болатұғын болса, өмірде де ешқандай қызық болмас еді. Онда біз ешқандай әңгіме айта алмас едік. Кемшілігімізді түсіне алмас едік. Барлығын керемет деп ойлар еді. Әрине ондай адамдар болады, бірақ ондай адамдарға қарап, өзіңнің кемшілігіңді түсінесің, оны түзетуге тырысасың. Ал енді ол түзелмесе, оғанда ренжудің де қажеті жоқ. Ренжудің де қажеті жоқ. Ол енді әдейі солай қойып қойған оны. Яғни барлығы Алланың қалауымен. Бәрі Алланың қалауымен болып тұрған іс. Сондықтан әрине мынау анандай екен деп тіксініп шығып кетуге болмайды. Оны жайменен ғана жаңағыдай өзіңнің қателігіңді соның бойынан қарап түсініп кетсең, соның өзі өзіңе көп пайда. Жақсы. Ал Гүлсара апай, қалай ойлайсыз, сіздің мысалға өміріңізде қандай да бір қиындықтар болып жатқан жағдайда сіз оны қалай қабылдайсыз? Өзіңізге сынақ дейсіз ба? Бұл мысалға ертеректе ғұламалар өздеріне сынақ келмесе Алладан соған жаңағы қатты ойланған екен ғой. Яғни Алла тағала мені ұмытып кетіпті деп. Ал біз қазіргі жағдайда өзіңізге бір сынақ, қиындық келсе, керісінше Алла тағала бізді жек көре ма қалай деген сияқты бір шетте қалған адам сияқты сезінеміз өзімізді. Ал осыған сіз не айтасыз? Алла тағала сүйген пендесіне сынақ береді екен. Егер соны түсінсең, әр сынақтан кейін бір жақсылық болады. Егер де сол сынақты түсіне біліп, осы маған сынақ, соған мен төзімділікпен шүкір Аллаға аяқ қолым сау десең, ажыр сауап жазылады екен, есесіне келеді екен. Өзім өмірімде солай болып жатқаннан кейін осы дәлел көп жақсылыққа жетіп, Аллаға шүкір. Мәселен, осы дінтану оқуын мен армандап жүрген бұрыннан. Енді өзім әкем Бұхарада оқыған екен. Ибн Араби деген медресе. Биыл сол Самарқандқа, Бұхараға бардым. 2 студент болып апаймен бардық, бірге оқыған. Осы оқыдық, Бұхаридің хадистерін оқыдық. Енді барайық зияратқа деді ол кісі. Ташкенттен келген кісі, жарайды, енді сөйтіп бардық. Сонда мен айтарым, осы дінді оқымадым, үйттім, бүйттім, әкем сондай дін оқыған, сосын өзі сондай әділеттік жұмыста істеді. Көп о кісінің өнегелі істері, енді оны кітап жазса болады. Ал енді мен оқымай қалдым, мен тек бір әлифті білдім, бір таяқша болды. Ар жағын өзің тауып аласың, балам, сенің заманың басқа, өзің қызсың, қыздың жолы жіңішке, баратын жерің қалай болады. Сөйтіп міне Құдайға шүкір, өніп өсіп 35 жыл тұрмыс құрғаннан кейін жолдасым, сен оқи ғой,
қайда барып оқисың? Сөйтіп жүргенде бір күні бір мешіттегі жамағат әйел айтады: Гүлсара апа, мен оқуға түсіп жатырмын, дінтану. Қай жерде? Байзақова, Төле би. Ол қандай карьера? Келсеңізші деді. Сабақ басталып кеткен, сосын бардым. Осы ойым бір күні жүзеге асады деп жүрген, оқимын деген арман. Сөйтіп барсам, документ қабылдамады. Кеш қалдыңыз, болды енді. Мен заочный десем, заочныйға да болмайды деді. Сосын ректорға бір ауыз кірейін деді менді. Бір ауыз кіріп, осы өзінен естейінші, сонда бұл да менің тағдырымда екен деп ойлаймын деп кірсем, Сабри қызметлі, сәлеметсіз бе деді. Иә, сізге апа диплом керек пе деді, дінтану. Жоқ, маған диплом керек емес, мен оқымағам, діннен нөлмін дедім ғой. Сөйтсем, онда сіз оқисыз деді. Сөйтіп тізімге жазып, сол күннен бастап 2,5 жыл оқып, қызыл дипломын бітіріп, реферат жазып, диплом жазып, Аллаға шүкір. Сосын зиярат не екен, оны қалай жасау керек, оны қалай ойлау керек, осы нәрсенің бәрі маған бір басқа дүние, бәрінің осы ой жақсы ойлап армандағанда. Былай қарасаңыз, жақсы үміттеніп, жақсы ойда жүрдіңіз, Алла тағала сіздің жолыңызды жеңілдетіп қойды. Сосын оқып жүргенде өзім студентпін, осында кеп жүрген балам үйінде тұрам. 58-де бастап 60-та бітірдім. Сонда және бір студентті шетелде Турцияда оқыттым ғой. Бір мектепте барып осы имандылық сабағын өткіздім де, мынау Сейфуллина бойында 105-ші мектеп. Сол жерде бір қыз өте талапты, осы әкесі шет екен, мамасы жұмыс істемейді, үйде 3 бала шаға, қиын енді. Ана қыз талаптанып тұр. Маған намаз үйретіңіз, әріп үйретіңіз. Мен енді үйреніп қалдым ғой, үйретіп жүрім. Бір күні сол оқуға түсті осында. Ол университетті жауып қойды, гранты бітіп қалды ма, бірдеңе болды. Содан ол Турцияға барам деп бір газеттен не алып, соған өтіп кетті. Төлейтін ақша жоқ, әке шешесі ашуланып, қалай оқиды. Соған аздап 1000 евро берем, 85 мың берем, $500 берем. Сөйтіп жүріп, сол қызым оқуды бітіріп, сол жақта есен аман ағылшын тілін, түрік тілін, орыс тілін, қазақ тілін. Қазір Астанада бір үлкен неде істейді компанияда. Одан кейін бізге Аллаға шүкір келе берді, Аллаға шүкір әлі күнге де келе береді. Сондықтан мынау. Ал бірақ шын мәнінде сіз ол кезде осы сауап жасау арқылы байлыққа кенелейін деген ойыңызда болған жоқ. Ана қыз мен ана қыз оқып, Алла разылығы үшін бердіңіз. Алла разылығы үшін. Ана қыз оқысын, талап үлкен ғой, талап үлкен, өзі бір келіскен әдемі қазақтың қызы енді. Ананың өзі жетектеп тұрады, ондай адам. Жетектеп тұрады екен, ойламайды екен. Былай қарасаңыз, сіз арқылы оның оқу бітіруіне, Алла тағала. Баласын жұмысқа алдық, ана жолдасын жұмысқа алдық. Көп нәрсе отбасыға бір 4-5 жылда бір қамқор туыстай болып кетті. Қыз ата-анасына қарсы келмеген. Оқиын, бірақ бізге неге папасы енді ішкілікке салынған кісі қиын ғой. Ол да имандылыққа келіп тәте деп, оны жұмысқа алып 80 мың аласың, ішпейсің, пивада ішпейсің деп, күніге қадағалайын ғой жұмысында. Бұл енді бұлай өзара әңгіме болып кетті, иә. Қандай жақсы енді. Алла разы болсын, жақсы ойлау. Жақсы болып, біреуге көмектесе, тек Алла разылығы үшін. Айша, Алла разылығы. Егер мына бір пайданы көздесең бе, болмайды. Яғни адам арам ойдан алыс болу керек, бірақ сақтық керек дейсіздер ғой. Яғни жүрегі иманды адам әр уақытта оған өзі бейім болып тұрады. Мына 85 жылдан 90 жылға дейінгі аралықта жетім балалардың үйінде директордың орынбасары тәрбие жөнінен болып қызмет істедім. Ойдан ой туып жатыр ғой, ой деген сол ғой өзі бір. Әлгі балаларды қарасаң, жүрегің қанжылайды ғой. Ол кездерде жетім балалардың қазіргідей емес жағдайы өте жаман болатын. Тамақтандыру жағы, киіндіру жағы да өте нашар болатын. Сонда сол балалардың ішінде көбіне қазақтың қыздары мен ұлдары жүрді. Ең болмаса осының біреуіне көмектесейін, осының біреуін адам қылып шығарып алайын деп тұрып, жаңағы мойныма бәрін алып, райисполкомның решениесін шығарып тұрып, өзіме бір қызды алдым ғой. Сонда маған айтты бірді: өзіңнің 5 қызың тұрғанда немене саған 6-шы қыз ал? Өз балаларын елі асырай алмай жатқанда оны деді асырай. Мен айтам, жоқ, ана ертегі күн менен үйдегі күн ондай болмайды. Сол қызды алып асырадық. Ол қыз бой жетті. Ол қыз тұрмысқа шықты, тойын жасап бердік. Бір бөлмелі үйін алып бердік. Қазір бала шағасы бар, тұрып жатыр. Мынандай қыз болып өсті. Қазір енді соған шүкір етесіз ба Аллаға? Шүкір еткенде енді Алла тағала оны маған әдейі беріп тұрған шығар.
менің ол іштемем, ол баланы асырап алғанда кеміп қалған жоқпын, еш табысым да кеміген жоқ, үйімдегі тіршілігім де кеміген жоқ. 5 баланың ортасында о да өсті. Мені қазір өз алдына үй, өзімнің бір қызым жүгіріп келіп тұрады. Сіздерге Алла разы болсын. Енді сөз соңында қысқаша осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің айтатын өсиеттеріңіз. Болашақ өсіп келе жатқан ұрпаққа осы ойлау жүйесі қандай да бір тәсіл логика жолымен бе, жоқ бір ойын немен бе, солай ойлау жүйесін бір қалыптастырсақ деймін. Ол да біздің міндетіміз. Әрине, балабақшаға барғанда әмірім барады, 6 жасар немерем. Сәлеметсіңдер ме десем, бәрі жүгіріп шығып, әмірдің апасы келді, сәлеметсіз бе, сіз бүгін қайда барасыз дейді. Оқуға барып жүрдім ғой вечер, оқуға барам десем, 5 алыңыз дейді. Сол жақсы ойлаудың несі емес пе? Сондықтан осы біздің енді Құрманкүл апа екеуміздің бәр арманымыз, барлық тілеуіміз Алладан болашақ ұрпағымыз біздің жақсылығымызды алсын, біздің жақсылығымыздан, жақсы ойымыздан үйренсін. Еліміздің ең қазіргі, ең жанымызға бататын дүниенің өзі осы баламызды, ұрпағымызды дұрыс ойлауға үйрету. Неге дейсіз ғой, дұрыс қалай үйренбей жатыр? Мына біреу компьютер деген шықты дағы, телевизор шықты дағы, білесіз бе? Олардың санасының барлығы, ойлау жүйесінің барлығы шатысып кетті. Шатысып кетті қазір. Ал енді біздің мына ислами тілде, мұсылман өзіміздің ата бабамыздың ойлау жүйесін олар оқып, үйреніп, санасына соны сіңіре білетіндей бір дұрыс айтып отыр, сондай бір жағдай жасалынса елімізде, сондай бір жүйелі бір іс-шара басталынса үлкен мемлекеттік тұрғыдан. Ол енді біз айтып жатырмыз ғой күнделікті. Екеуміздің айтқанымыз, үшеуміздің бір топтың айтқаны ол түкте болмайды. Сондықтан жаңағыдай менің де арманым, Алладан тілегіміз сол. Алла сондай бір жоспарлы жүйені біздің елімізге нәсіп етсе екен. Амин, айтқандарыңыз келсін. Ендеше пайғамбарымыздың хадисін ұран етіп, жаман ойдан сақ болып, тек жақсылыққа ұмтылуды Алла нәсіп етсін. Расында халқымыз айтқандай, ой түзелмей, бой түзелмес. Ал пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Қай бір хадисін алсаңыз да, бүкіл ұрпақты тәрбиелеуге лайықты, арқау болатын негіз өсиеттеуге болады. Ендеше әрбірімізге Алла Тағала жақсы ойлап, оның жүзеге асуын нәсіп етсін деген тілекпен хабарымызды тәмамдаймыз. Әрдайым амандықпен жүздесейік. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату.